يا الله يا رحمن حقق آمانينا وفقنا في كل آن في مسارنا. Ассалаумағалейкум. Видео сабағымыздың 4-ші бөлімі. Алла нәсіп етіп, Медина қаласында сіздерді 4 түрлі жерге апарамыз. Оның біреуі Құба мешіті. Құба мешіті пайғамбарымыз Меккеден Мединаға қоныс аударған кезде ең алғашқы салған мешіт. Оған байланысты ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: кімде-кім дәрет алып шығып, сол мешітке барып, 2 ракағат нәпіл намаз оқыса, кіші қажылық істегендей сауап алады дейді. Былай қарасаңыздар, үлкен бір мүмкіндік, үлкен бір сауап. Екінші апаратын жеріміз Ухуд тауы. Ухуд тауына байланысты ислам тарихында екінші үлкен соғыс болған жер. Және де оған байланысты көптеген пайғамбарымыздың хадистері бар. Үшінші апаратын жеріміз ол құрма бақ. Өздеріңіздің күніге жеп жүрген құрмаларыңыз көп адамдарға өте қызық болады. Ол қандай ағашта өседі, қандай мөлшерде өседі, оның қанша түрі бар. Бұл құрма деген жалпы Құрамда аталған жемістің түрі, жәннатта болатын жемістің түрі. Пайғамбарымыз айтады, адамға ұқсайтын, мұсылманға ұқсайтын ағаш дейді. Қазіргі ғалымдар зерттеп келген кезде шынымен де орта шамамен есептегенде 70-80 жыл өмір сүреді екен бір құрма ағаш. Ойлаңыздар, адамға ұқсайды. Және де одан да қызығы, ең алғашқы жемісін 20 жылдан кейін бере бастайды екен. Яғни осындай қызықты мағлұматтармен Алла қаласа таныстырамыз. Және де 4-ші апаратын жеріміз ол Қыблатайн мешіті. Оны аударған кезде Қыблатайн деген сөз 2 құблалы деген сөз. Былай қарасаңыздар, бізде мұсылмандарда бір құбла емес пе? Неге ол 2 құблалы деп аталады? Тағы айта кететін жайт, осы қасиетті тарихи жерлерді зиярат еткен кезде сіздердің қастарыңызда Қазақ Travel компаниясының гидтері жүреді, бәрінің тарихын сіздерге толық түсіндіріп береді.